Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше черепаха деп аталатын торттың рецебімен бөлісетін боламын. Бұл торт көп уақыттарыңызды алмайды, өте оңай жасалады. Кескен кезде ортасы осылай ерекше болып көрініп тұрады. Ал онда көп созбай бастайық, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырын жасаймыз, ол үшін 6 жұмыртқаны осындай шұңқыр ыдысқа жарып саламыз. Қоспалардың барлық мөлшерін видеоның астындағы описаниеден көре аласыздар. Үстіне қант салып, аппақ түске енгенше жақсылап тұрып миксермен араластыратын боламыз. Мінеке дәл осындай аппақ түске еніп, қанттың барлығы жақсылап еруі қажет. Келесі ұнды 3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Ұнның бір бөлігін салып, үстіне какао мен қопсытқышты саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Қалған ұнды да дәл осылай қосып отырып, араластырып, бір келкі массаға келтіреміз. Мінеке достар, көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай қоюлықта шығуы қажет. Келесі листке пергамент қағазын төсеп, бір ас қасықпен дәл осы видеода көрсетілгендей дөңгелек пішінде етіп, қамырды құйып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 5 минут қана пісіреміз. Максимум 6 минут, одан артық пісіріп жіберуге болмайды, қатты болып қалуы мүмкін. Мінеке дәл осылай болып пісіп шығады. Негізі кішкене суығаннан кейін алсаңыздар асты жабыспайды. Мен ыстық шыдамай ыстық күйінде осылай алып шықтым. Барлығын асты кішкене жабысты, оның өзінде де оңай алынып жатыр. Мінеке барлық қамырды дәл осы ретпен пісіріп шығамыз. Бізде осындай формалар дайын болды. Келесі кремін жасаймыз, ол үшін шұңқыр ыдысқа сармай, қантты салып, және де үстіне қаймақ саламыз. Барлығын миксермен бір келкі массаға келгенше жақсылап тұрып араластырамыз. Мінеке осындай керемет болып крем дайын болды. Келесі дайын болған торттың қамырын осы кремге малып алып, төмпек пішінде етіп, торттың формасын жасаймыз. Кремі қату үшін жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Осы уақытта торттың бетін әсемдеу үшін шоколадты глазур жасаймыз. Ол үшін кастрюльге какао, қантты қосып араластырып, үстіне қаймақ және де сүтті құйып, жақсылап тұрып араластырып, осындай қоюланғанша орташа отта ұстап араластырамыз. Қоюланғаннан кейін оттан алып, үстіне сары май қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қақпағын жауып, суыға қойып қоямыз. Суығаннан кейін өзіңіздің қалауыңызша осы шоколадты глазурмен торттың бетін әсемдеуіңізге болады. Тортты 3-4 сағатқа тоңазытқышқа сіңдіріп қойсаңыздар, өте керемет болады. Ал егерде түнге қалдырсаңыздар, онда торттың кремі сіңіп, супер болып шығады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, осы видеомен черепаха тортын дайындап көріңіз. Өте дәмді болып шығады, жұп-жұмсақ, сочный болып шығады. Кремі де қатты, сондай тәтті емес, барлығы өз нормасымен болып шығады. Өте керемет, енді дәмі деген енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің видео рецебім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қолдауларыңызды сұраймын. Алдын ала рахмет. Басқа да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін дәл қазір каналыма тіркеліп қойыңыз. Ас болсын!